Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біздер Алматыдамыз. Алматыда қыдырып жатырмыз. Автобуста отырмыз. Алматының автобусы. Мен бүгін алдым. Ауырып баратыр, я. Аслым қайда баратырмыз? Айтып жібер өзің. Талған. Я, қандай талған? Аты қандай? Шымбұлақ баратыр да. Шымбұлақ демалу орталығына баратырмыз. Жолға қарай көтеріп бара жатырмыз автобуспен. Ары қарай канаткаға отырамыз. Видео қызық болады. Соңына дейін көріңіздер. Иә, бүгін біздің видеомыз қызықты болады. Сол үшін соңына дейін көріңіздер. Достар, біздер келдік. Природа деген, табиғат деген жатыр ғой жатыр. Иә, канатқа отырамыз қазір, канатқа отырамыз, түсіреміз. Красота, красота, ужас. Аслым. Димаш мында жүр біздің. Осындай сулардан нелерді көрсе бұлар кемпір қосақ деп шығады. Кемпір қосақ емес бұл. Радуга емес бұл. Что я? Қай жерден аламыз? Жүріңдер. Димаш жүр папасымен. Мен ентігіп қалдым ғой. Асылым жүр. Индийцтар жүр. Біз канатқа билет алуға ядырып қазір. Енді ары қарай Асылым түсіреді видеоны. Достар, уже театр билет алуға. Достар, мен киім алдым. Вот, безрукам шалым. Вот так. Бүгін біз тауға мінеміз сосын. Вот так. Ой, достар, бұмайға. Бүгінгі видеомыз. Біздер билет алдып, анда көтеріліп, бері қарай келуге 3 жылына дейін көтерілеміз жоғарысына. Так, канатқа отырамыз. Димаш папасы киімдерін дұрыстап жатыр. Уж киініп алу керек, Аслым салқын болады дейді ары қарай. Мына жақтан ұрса. Қазір сен үстіне тағы не киісу керек? Мама, жаяу барамыз ба? Ары қарай ма? Жоқ, канатпен барамыз, сосын жаяу аралаймыз. Иә, қар. Біздер канаткаға отырдық. Аслым деш. Димаш Аслым канаткаға отырдық. Папасы анда отыр. Иә, есігі жабылды. Енді біздер 20 минут, почти 20 минут кетеміз. Таудың ең шығына шығамыз. Аллаға жетті бар. Димаш бұрып отыр машинаң байлы. Біреулер түсіп жатыр, біреулер шығып жатыр. Міне, достар, мына жерде міне заңда жазып тұр. Заңда жазып. Темекшіге болмайды, мусор лақтыруға болмайды. Басын шығаруға болмайды, аяқты. Мә, жаңбыр бастап кетті да қайтадан.
сосын неге ана есікті ашып отыруға болмайды. Есік газельмен түстік қой. Әке ана газель соса ана бір ішке тұрады да тоқтап қалады. Бір ішке тұрады да тоқтап қалады. Газель. Ана жерге тұрады біз екі жуанға түседі. Не сатпай жүреміз мына жерде? Мына жерге маршрут бара ма? Автобус. Шынымен андай. Жатқанда Димаш та осылай канатпен көтерілеміз. Автобус қалмады ғой, бедет келіп түсуге алдық. Қанша биіктікте келе жатырмық. Біріште ана алдымызда ана кім? Жер қазатын ады. Жер тесіп шығады ғой бұнымен. Ол не? Не ол? Жер тесіп шығатын ады. Білмеймін. Мультфильм бірдеңе де ма? Иә. Бірақ Шынайда да бар ғой. Жер тесіп шығатын бұнымен. Білмеймін, Димаш, сен не айтып отқанды? Тұрады қарашы. Мынандай міне. Орташа мұрын. Біздер әлі отырмыз. Бірінші Бірінші точкасына әлі жете алмайатырмыз. Ұйқым келмейді, сонда да ұйықтап кетемін. Міне нашты қарлы жатыр жерде. Нашты шананы жүрген едік. Красота, красота. Красота мынандай болып тұр. Ал келесі видеомызды асылым жалғастырады. Сосын мама мен үшінші видеоны мен түсірейінші. Қаржақ. Нашты. Елка сақтық. Елка ғой, елка сияқты дейді. Елка ғой? Елка емес қой, ана шырша ғой. Маньяк тек, не маньяк. Вот так. Что? Что делать? Что делать? Мама Самсungқа жақындап қалдық па? Келді екен. Мама, ана үйдің ішіне кіреміз па? Қай жерге көріпсің бе? Ана жерде бір үй тұр ғой. Точкасында жүрміз. Ау. Жидым. Ау. Мына екінші точкаға отыратынбыз. Қатты мен ағу деп отыр. Ой, Ақтөбе. Біздер екінші точкасына кеттік. Екінші точкасы бар, содан кейін үшінші точкасы бар. Ең биік шың. Үшеуіне де шығамыз деп жатырмыз. Алдыңғы келгенде негізі осы біреуіне ғана осыған ғана шыққанбыз, осыған ғана мінгенбіз. Ары қарай көтермегенбіз. Енді қазір үшеуін де көреміз дедік шыңына шығып. Мына жерлерді біз көрмегенбіз. Бұл да біраз жүрмеген. Жазда қар көріп жатырық деші. Мынау екінші точкасы. Салқын да? Салқын екен. Біздер летний аяқ киіммен жүрміз. Біз кроссовкамен жүрміз. Кроссовкамен, бірақ индустарым да шлепкамен жүр. Димаштар жүр ана жерде. Кісілер шаңғы теуіп жүр. Еще біз ары қарай кетеміз қазір. Ең үшінші точкада ең биік шыңнан кетеміз. Тоңатсыңдар ма? Аба, мойны ашып жүр ғой. Салқын прям мына жер. Мама,
жанып келіп едік автобуста. Негізі қоларға полиция нарушение бар. Достар, қараңыздар. Қарадым, мына қарадым. Мамасы рұқсат берді да қар жеуге. Таза жерден алып жеп жатырмыз. Қазір мен де жеп жатырмын, шүлдеп. Мен веген, мен сүйінші. Қар оказывается сәтті болады екен, балалар енді түсініп жатырмын. 3-ші точкаға кеттік. Мына жерде көп ондай ештеңе жоқ екен. Қай жағынан отырамыз? Асылым кел. Жүре, ол жердегі ластар жемеші, Асылым. Ол жерде ласқа жеме. Қош мына жердің бәрі адамдар басып саған оны жеуге болмайды. Біздер 3-ші точкасындамыз. Ең биік шыңындамыз таудың. Красота. Красотуля. Екеуі рақаттанып ойнап жүр қармен. Мына бала видеоға түсірем, мен видеоға түсірем деп жылап жүр, жыланып. Индианкалар жүр, индустар. Жүріңдер, папаң мұнда тұр екен. Біздер кетіп баратырмыз. Төменге қарай түсіп баратырмыз. Индиялармен фотоға түстік. Жүріңдер, отырайық. Кел, Асылым. Ұйқы бермейді, содан ұстан ұйқы беремін. Достар, біз түстік. Енді төменде жүрміз. Біріншісінде шай ішуге келатырмыз. Отырып, таудың басында жылынып шай ішіп алайық деп. Мына қыз мынау. Мына қыз мында деген мынау деппін. Так. Мынадай әдемі жерге көтеріліп жатырық. Тамақ ішейік деп. Да, екен күшті. Қай жерге отырамыз? Андай панорамный вид. Панорамный видқа отыру керек екенсіз. Вид бар жерге отыру керек. Заказ беріп қойдық. Мен көсітші. Мынадай жерде күшті мынадай видпен. Қойшы Асыл. Димаш болды. Біздер достар түсіп келе жатырмыз. Шымбұлақтан шығып келе жатырмыз. Таксиге отырмадық әде. Автобусқа да таксиге де отырмай, өзіміз түсек жүріп деп. Мен природа ауаны айта алмаймын, мен ауа күшті ғой. Осы жерден жаяу кетіп бара жатырмыз. Ауасын айта алмаймын деймін, ауасы тема. Мен мына жерде бұлақ ағып жатыр. Күшті. Бұлақты қарасың. Бұлақ ағып жатыр. Арқа арманияның. Күшті. Арқатын статуэттістір. Бұғыма нет. Жеу жүру апасын қосып қойып. Қайда? Біздің артымызда апамыз келе жатыр. Ол кісіні түсіруге болмайды, ол кісіні. Ол кісіні түсіруге болмайды.
Папаң Қазақстанға знаменитый адам да. Папаң Қазақстанға знаменитый, ең атақты адам да. Біліп қоюға болмайды да. Димашпен асын болмасын. Ей, таудың қасына өтеміз қазір. Мені бұлақ пішілі адам. Асын, таза бұлақтың суына беті қолымыз жуамыз ба? Беті қолдарымыз жуып аламыз ба? Бұлақтың суына. Тап-таза бұлақтың суы ғой, неге шошайсың? Деп шошыған кез. Достар, біздер бұлаққа келдік. Димаш бетін жуам деп. Ау, қазір бұлақта тұрмыз. Иә, достар, бет қолын жуып алдым. Сен бет қолын жуасың ба? Папасы ішіп жатыр суды. Кезек бұлақтың суын ішіп, беттерімізді жуып, суын іштік, бетіміз жудық. Жолдасым ғой. Ем болады, күшті ол, лечебный деп. Енді ары қарай жол тартамыз. Ендігі бізде остановка, Көктөбе. Ентігіп қалдым ғой. Өзімді жұмсам да көрем сені. Осындай табиғатта күшті өлең ән салғым келді. Достар, не байқап тұрсыздар? Мынаны шын бар екен деп шошып кеттім ғой. Шын бар екен деп қалып жатырмын. Екеуі мына жерге фотоға түсіп алып жатыр. Ой, қимай тұрмын мен мынандай әдемілікті, кеткім келмей тұр мен мынандай әдеміліктен. Алматыға көшіп кеткім келіп жатыр. Иә. Ішінде 4 сағатта жүріп шын уақытта. Мынандай әдемілікті қиып қалай Оралға кетеміз. Ауасын енді айта алмаймын, демалып тұрған тема ғой. Ысы да емес, күн салқын да емес. Жаңбырдан кейін күшті погода. Жүр, Асылым, кеттік, папаң кетіп баратыр. Жүр! Асылым! Осымен біз Шымбұлақтан шығып баратырмыз. Пешком. Мен